ТТН ТК деп тұр да. 16-18 1658 экспонат болып осы музейдің қорына тіркелген. Бұл мінекей мына жерінде жазылып тұр. Сортөбе 19, Сортөбе бір қалашығында 19 жылы қазба жұмыс жүргізген. Раскоп бірінші раскопта квадрат 9 квадратта мына жерде тұрған 120 деген несет высотаның несін зерттеп 120 тереңдіктен алынды деген сөз. Қарасаңыздар барлығы осындай ақпараттар қойылып, өйстіп қойылады да, бұны біз енді музей қорында бұны біз аламыз, сақтаймыз және де насихаттаймыз. Насихаттау деген жұмыс енді мысалы сен келіп отырсың ғой, ғылыми жұмыс жасап келіп жатсың, сен қарасаң, Сортөбе туралы ақпарат іздесең, қайықтан музейде болады. Мінекей келдіңіздер, көрдіңіздер. Осы үшін біз музей жұмыс жасайды, осындай көне экспонаттарды ертеңгі күні осындай сіздер сияқты ұрпақтар басқа да кісілер зерттеу жұмыстарын жүргізген кезінде заттай көне ескерткіштер басқа да қала туралы заттай деректер, дәлел деректерді сақтау үшін. Қарап отырсаңыздар, мына дүнияның барлығы енді қазір осы кезде шығып жатқан кружкілер, өзіміздің тұрмыста үйде неде қолданып жатқан дүниеларға ұқсайды ғой барлығы. Біз енді жалпы мінекей мынау бағана ана жерде тұрған кезде көрдіңдер ғой, мынандай пештің алдында арка ұқсап, мынау бір жағынан бір мәдениетті, сол кездегі бір әдемілікті көрсетіп тұрады да, алдында шоқ тұр, бер жағында адамдар отырады. Мысалға орыстың киноларының өзінде каменный пеш жанып тұрады, аузын әдемілік болған ғой каменный пештің. Бер жағында өздері столда отырып, оттың қасында жылынып отырады. Сол сияқты сол кездегі сол уақытта адамдардың бір мәдениеті ғой, и өздерінің мәдениетіне мінекей өздерінің символикасын мынандай семантикалық нелермен, ерекшеліктермен, мысалға әрбір өрнектің өзінің мәні бар, мысалы қарап отырсаңыздар. Семантикалық өзінің мәні бар. Сол өрнектерін салып тұру өздерінің мәдениеті ошақтың алдында отырады. Қарап отырсаңыздар, сол уақыттағы адамдардың қарабай болса да ол кезде өркениеттің өте жоғары болғандығын, ой өрістерінің жоғары болғанын көруге болады. Мынандай заттарға қарап, мысалы мына қараңыздар, мынаның сыртындағы орнамент узорды қарасаңыздар, мынаның бәрін қолмен бетіп істеген да. Енді сол кездегі адамның сол уақыттағы қолөнер кәсібінің қаншалықты жоғары деңгейде болғанын білуге болады. Істеген жұмыстарына қарап. Сұрақтар бар ма? Сұрағым бар ма? Мысалы, түсіндім ғой бәріне. Мынау жақ қазанның бетіне жабатын ғой, Иә, қазанның бетіне жабады дейді. Қақпақ қой. Қақпақ. Көрдің ба? Қақпақ. Мысалға шырағдандар мысалға. Ішіне жаңағы нені. Мынау ерекше, мынау қараш. Қата сол ғой енді. Күшті. Ауызы сақталмай қалған, енді осыдан енді 10 ғасыр бұрынғы дүниелер ғой бұл енді. Хорошо сол осындай өсетіп тұрған 1000 жыл бұрын ғой. Қарап отырсаңыздар, 1000 жыл бұрын адам қандай болған деп елестетіп көрсең, бір ебедейсіз, қолынан ештеңе келмейтін, жабайы тағылды, түз тағысы деп есептеймін. Шынымен де жоқ керамика. Керамика ма? Сүйек сияқты екен, жақсы күйдірілген ғой, сапалы күйдірілген дүние ғой.